Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Анар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін руккола қосылған жылқы етінен өте дәмді салат жасаймыз. Бізге қажетті заттар: жұмсақ жылқының еті, руккола, помидор черри және бал қажет болады, бір шай қасық, соя тұздығы және бір тісі сарымсақ қажет, кедр орехтары қажет болады және де май қажет болады. Кез келген майды қолдана берсеңіз болады. Жасалу жолына кірсек, ең бірінші етімізді өте жіп-жіңішке қылып, пластинка тәрізді қылып кесіп алатын боламыз. Еттеріңіз жақсы оңай кесілуі үшін мұздатқышқа салып алыңыздар. Сол кезде өте жақсы болып кесіледі. Мінекей қараңыздар, дәл осы видеодағыдай етіп кесіп алыңыздар. Бұл жерде еттің, яғни сіз сиыр етін қолдансаңыз болады, және де жылқы етін қолдансаңыз болады. Және еттің жаңа вырезка деп аталады. Я болмаса, мысалға жылқының жұмсақ еті. Яғни ол аяқтарындағы, жаңағы сандарындағы бұлшық еттері емес, ешқандай жылқыға ауырлық түспеген, бел омыртқа жағында болады. Ет сататын магазиндерде мысалы болады. Вырезка деп айтсаңыз, олар түсінеді. Жұмсақ ет болу керек, ол тез піседі. Қазір біз етімізді маринадтайтын боламыз. Етімізді жақсылап турап алдық. Одан кейін бір тісі сарымсақты үккіштен өткізіп жатырмын. Егер сіздер, менде мысалға 3-4 адамға жетерлікте қылып жасадым. Сіздер көп адамға жасап жатсаңыздар, әрине мөлшерлерін көбейтіп аласыздар. 2 ас қасық, бұл жерде мен кунжутный масло қосып жатырмын. Сіз кез келген майды қоссаңыз болады, сұйық майды қоссаңыз болады, оливковое масло қоссаңыз болады. Және соя тұздығын 3 ас қасық қостым. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. 20 минутқа маринадтауға қоямыз. 20 минут жақсы болып маринадталады сол кезде. Мінекей біздің 20 минут тұрды. Енді жүгері крахмалын қосамыз, 1 ас қасық. Жүгері крахмалы болмаса, картофельный крахмал қоссаңыз болады, я болмаса ұн қосып жіберсеңіз де болады, егер жоқ болып жатса. Бірақ осы жүгері крахмалын қосқандарыңыз абзал. Қазір осы етімізді табада қуыратын боламыз. 1 ас қасық сұйық майымызды қостым. Отымызды жаңа орташадан сәл жоғарыға қоямыз. Етімізді салдық. Егер сіз көп мөлшерде дайындап жатсаңыздар, барлығын бірге салып жүрмеңіз, аз мөлшерден қуырып пісіріп алыңыздар. Көп мөлшерде салуға болмайды, өйткені ол жерде сізде тушение процесі жүріп кетеді. Ал бізге ондай жаңағы сорпасы бөлінгені қажет емес, еттің қуырылып піскені дұрыс. Достар, егерде жалпы менің каналым сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, мені қолдап отыруларыңызды сұраймын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Достарыңызбен WhatsApp желісінде бөлісе отырыңыз. Рахмет. Осылай араластырып тұруды ұмытып кетпеңіз. 7-8 минутта пісіріледі. Егер сізде жаңағы жылқының жұмсақ еті болмаса, сіз мысалы мякитті қолдансаңыз, әрине дәмін қарап, еттің піскен-піспегенін қараңыздар. Егер піспей жатса, кішкене соя тұздығын қосып жіберіп, бетін жауып та пісіріп алыңыз. Егер сізде жаңағыдай үлкен малдың еті болса дегенім. Етіміз бізде дайын болды. Енді черри помидорларын дәл осылай ортасынан бөліп кесіп аламыз. Жақсылап кесіп алып, одан кейін біз заправка салатқа дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 шай қасық балға 1 ас қасық соя тұздығын қосамыз, жақсылап араластырамыз. Енді мінекей салат жинақтап жатырмыз. Рукколаны ең бірінші саламыз. Осылай ортасын сәл ашып қоятын боламыз. Рукколаны жалпы сап салқын мұздай суға жуыңыздар. Сол кезде жаңа формасын ұстап жақсы болып тұрады. Қолыңызбен қатты қысудың қажеті жоқ, жай ғана саусақтарыңызбен орналастырыңыз. Одан кейін етті саламыз. Етті ортасына салып жатырмын. Етті қараңыздар, өте түсі де барлығы аппетитный болып, өте дәмді болып, еті өте дәмді болып шығады. Бұл жерде жалпы
Салаттың құпиясы бұл еттегі дәм, яғни еттің дәмді болуы. Ең басты ингредиент бұл жерде ет. Сондықтан еттеріңізді өте жақсы етіп маринадтап, жақсылап пісіріп алыңыз. 20 минут маринад жеткілікті болады. Енді жаңағы заправкамызды тек қана осы рукколаның үстіне салып шығамыз. Рукколаның үстіне, одан кейін помидор, жаңағы черримізді саламыз. Өз қалауыңыз бойынша әрлеңіздер, әсемдесеңіз болады, әртүрлі подачада ұсынуға болады. Мен дәл осылай ұсындым. Жаңа жылдық столыңызға да сіздің столыңыздың сәнін келтіретін керемет салат болады, және дәмі өте керемет. Үстіне осындай кедр орехтарын салдым. Бұл орехтың дәмі өте тамаша, қыздар міндетті түрде алып, қосып көріңіздер. Жаңа қонақтарыңызға ерекше жаңағыдай таң қалдырасыз. Одан кейін мен үстіне әрлеу үшін осындай бальзамический кремді салдым, әсемдігі үшін. Ал жалпы, енді мысалы сізде болмаса қоспай қойсаңыз да болады. Ол дәміне ешқандай әсер етпейді.